15 минут. Регистрация процесса. Бірінші кетті. Екінші оқуымыз. Бастай бер. Қайтын оқимын ба? Тақырыбы сәл басқаша. Екінші деп тұр, екінші уақыт болып көреді. Қоғамдық тыңдаудың жүргізу сценарийі. Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес Стеко Корпорейшн жауапкершілігі шектеулі кеңістігінің Қазақстан Республикасы филиалы Қызылорда Жезқазған Республикасы маңызы бар автожолының 216-266 километрлік реконструкция үшін пайдаланылатын Ұлытау облысы орналасқан Стеко Корпорейшн Қазақстан Республикасының филиалының өндірістік базасы бар екінші вахталық қалашығының жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Сәлеметсіз бе, құрметті Миболақ ауылының тұрғындары. Жиналысты бастамас бұрын біз алдымен төраға мен хатшыны сайлау керекпіз. Төраға ретінде Тұрсынбай Ернияз Абдыбек ұлына ұсынамын, ал хатшы ретінде Мұбарак Рүстем Ғабиденовичті ұсынамын. Қарсылық жоқ шығар, бір ауыздан қабылданды. Жиналысты қазақ тілінде өткізуді ұсынамын. Дауыс беріңіз қазақша. И так түсінікті, келісіп қазақша тілінде өткізуге. Регламент қоғамдық тыңдауды ашу 5 минут, баяндаманы оқу 5 минут, сұрақ-жауаптар 5 минут болсын. Регламентке келісіп тұр бәрі. Сонда алдында айта кеткендей, негізгі городок бірінші жиналыста мына жерде 225 километрде орналасқан бірінші городоктың асфальтобетон қасында ол толығымен қамтамасыз етілген, ал екінші вахтовый городок ол сәл артамандырақ орналасқан 252 километрдің қасында Сарысу өзенінің бойында. Бірақ та жақта тек қана общежитие болады, яғни адамдар тұратын жері. Ешқандай заводтары ештеңе болмайды. Пайдаланылған мерзімі бір 2-3 жыл, яғни мына жол біткен соң. Оның жалпы аумағы 9 гектар болып табылады, гос актісі бар, заңдастырылған. Ал осы екінші вахтовый городок неге республикалық маңызы бар 216-266 Стеко Корпорейшн организация пайдаланады. Яғни осы инициатор жиналыстың Стеко Корпорейшн қытайский компания бірінші лотта, яғни 7-8 лотта Қызылордадан есептеген кезде. Енді картада көріп атқандай орналасқан жері бәріне түсінікті ғой. Енді мен баяндамам аяқталды. Сұрақ-жауаптар. Алдында дұрыстап түсіндірген шығар. Сұрақ-жауаптар жоқ болмаса, қорытынды жасайық. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Тыңдаулардың нәтижесі бүгінгі талқылаудың кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстарын ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы рәсімделді. Осы таңдаулардың айтылған барлық мәселе ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экология порталда, сондай ақ тыңдаулар өткізілген кейін Ұлытау облысында табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы интернет ресурстарында 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын көзделген мәрзілерге жарияланатын хаттамада көрсетіледі. Қоғамдық тыңдаулар аяқталды. Сізге рахмет.